Қарт адамдарға, әкелерге және аналарға құрмет көрсетілмейтін мемлекет құлдырауға жақын. Қария бәріне сенеді, орта жастағы адам бәрінен күмәнданады, жас адам бәрін біледі. Қасында ақсақалдар болған кезде бала болу оңай, қарттарды жоғалтқаннан кейін бала болудың қаншалықты жақсы екенін түсінесің. Қартайған кездегі ең жаман нәрсе бұл өз балаларыңыздың кеңестерін тыңдау. Кәрілік деген шаршаудан гөрі демалуға көп уақыт кететін кезең. Жастардың берекесі күш пен сұлулық, шалдардың берекесі ақыл. Қариялық даналық пен өмір тәжірибесінің қайнар көзі. Кәрі адамға күлме, сен де кәрілікке жетесің. Жас кезіңде жасаған күнәларыңды қартайған кезде өтейсің. Ең өкініштісі қартаюдың жақындағаны емес, жастық шақтың өтіп бара жатқандығы. Ұрпақтарыңның саны достарыңның санынан асса, бұл қартайғандықтың белгісі. Жастар болашақпен, шалдар өткенмен, тек балалар ғана бүгінгі күнмен өмір сүреді. Ақылды қарттар жастарға кедергі емес, тірек болады, бәсекелес емес, мұғалім болады. Жастар армандайды, қарттар есіне алады. Өмір үш кезеңге бөлінеді. Алдымен Аяз атаға сенесің, сосын Аяз атаға сенбейсің, аяғында өзің Аяз ата боласың. Қартайып барамын деп ойлайтын адам тез қартаяды. Барлығы ұзақ өмір сүргісі келеді, бірақ қартайғысы келмейді. Уақытын босқа өткізетін адам қалай тез қартайғандығын байқамай қалады. Бала кезіңде оқыған затты қария кезіңде түсінесің. Ата-анамыз бізге өмір сыйлады, олар бізді тәрбиелеп өсірді. Енді олар қартайып ауырып жатқанда біздің міндетіміз ата-анамызға көмектесу. Кәріліктің саған тигізетін зиянының орнын жылдар бойы толтырып отыратын нәрсеге жас шағыңда ие бол. Және кәріліктің азығы даналық екенін түсініп, жас кезінде кәрілік ас сусыз қалмайтындай етіп әрекет жаса. Кәрілікке күлме, өзің соған қарай кетіп бара жатырсың ғой. Жас кезіңде не ексең, жасың толғанда соны орасың. Дәрия құмсыз болмас, қария мұңсыз болмас. Жастықтың аты арындап, тас қияға өрледің, кәрілікті жамандап, өлім тілеп болсын деген жерім жоқ, жігіт арсыз. Мықты қарт мықты жастан шығады. Атаңа не ексең, алдыңа сол келер, күлсең кәріге күл. Кәрілік екі көзді қызартады, сүйектің етін салып ұзартады. Еңкейсең етпетіңнен түсіргендей, батпаңдап тізе тұсқа тұзартады. Қарттың көңілін ауыртпа, баратын жері жақын. Көршінің көңілін ауыртпа, қонатын жері жақын. Қарттың миы кәрі атқа оқсайды, жұмысын сақтау үшін үнемі жаттығу керек. Кез келген қарт адамнан сұраңыз, ол қалай өмір сүргенін байқады ма, ол ешқандай белгіні байқамады. Қарт жақсы, жас жақсысын күндемеген. 90-дағы қарт бабаң топқа жаяу бармағай. Қарттарыңды сыйлай біл, күндердің күні болғанда кімдердің белі бүгілмес. Менің өмірден байқағаным қарттық пен сақтық қатар келеді екен. 15-іңде азамат боласың, 60-ыңда бала боласың. Беттің қызылын кетпестей көрме, жігіттікті өтпестей көрме, кәрілікті жетпестей көрме. Жастық өтер, кәрілік жетер. Сөзі бар жұрттан бұрын қартаяды, алдымен сын есімнің, содан кейін етістіктің өңі кетеді. Қам қаракессіз өмір сүру, мезгілсіз қартаю. Қартаю зергерлі, бірақ ол ұзақ өмір сүрудің жалғыз жолы. Ақиық қыран қартайса, жас жағалтайдан тепкі жейді. Қыран қартайса, жағалтайға жаутаңдар. Тән сұлулығы қартаяды, жан сұлулығы қартаймайды. Тән сұлулығы мезгілге тәуелді, жан сұлулығы мезгілге тәуелді емес, өзіне өзі тәуелді. Алтыным, мейірімділікті көрген сайын, шапағатты сезінген сайын тек жақсылықты ойлай бергің келеді.
50 ердің жасы, 70 оттың басы, 80 шоқтың қасы. Ханнан тақ таярда, қараша жұртпен қас болар, байдан бақыт таярда, дәулетіне мас болар, кәріден абырой таярда, аңдығаны ас болар, жетесіз туған жігіттер 25-те жас болар. Жұмысқа жарап тұрғанда, мен өзімді кәрілердің тізіміне қоса алмаймын. Алжығанда келген атақ абырой бермейді. Кәрілік екі көзді қызартады, сүйектің етін сылып ұзартады, еңкесең етпетінен түсіргендей, батпаңдап тізе тұсқа тұзартады. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі дөтер, баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер, жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә, кетеміз кетті келер тағы кетер. Абай үйінде отырып, өзінің досы Бергештен, дауасыз не, арзан не, қымбат не, деп сұрапты. Бегеш оған, дауасыз кәрілік, арзан өтірік, қымбат шындық деп жауап беріпті. 40-та қынаптағы қылыштаймын, 50-де әр қиынға жұмыстаймын, 60-ымда ашқарақ бөрідеймін, 70-імде шала елген терідеймін, 70-тен асып 80-ге келгенімде кері кеткен перідеймін, 90-да атқа мініп малымды зорғайдаймын, кемпірмен шалдан биік кеткеннен соң отырып от басына ойбайлаймын, 95-те мен өзім тор болғанмын, Ләйім отқа салған бор болғанмын, кәрілік әбден езіп болғаннан соң баланың баласына қор болғанмын. 15-іңде азамат боласың, 60-ыңда бала боласың. 15 жас құйын қуған желмен тең, 20 жас дауыл ұрған көлмен тең, 30 жас ағып жатқан селмен тең, 45 аю аспас белмен тең, 75-те өр көңілің жермен тең, 80-де селкілдеген шал боларсың. Әз Жәнібек хан ноғайлы жұртымен бірге қалмақ елінде қоса билеп тұрады. Ол ел тағдырын 12 бимен ақылдасып шешіп отырады екен. Бидің үлкені баяғы Жиренше бұл елдің бірлігін сынағы шыққан бір күні, «Әу, Жиренше, адам қалай қадірлі болады?» дейді. Қадірлі болғысы келген адамға 3 жолдас керек дейді Жиренше табан астында. «Иә, қандай жолдас? Бақыт, дәулет, ырыс. Ал басқа бәле қайдан? Басқа бәле тілден. Кәріліктің белгісі не деп білесің? Қара тауға қар жауар, қарсы алдынан жел тұрар» дейді Жиренше. «Қыз алған қандай? Қыз өзің білесіңдер. Жеңге алған қалай? Жеңге өзің білердер. Жесір алған қалай? Балам білердер». Бас бидің білгірлігіне қан осылайша тәнті болады екен.